Ассаламу алейкум, урметлі серджилер. Бу ЮАТВ студияда Украина хаберлері. Бүгін июльнің 7-сі Джума күні. ОБСЕ парламент ассамблеясы Русияны ешғалже оларақ таны білежек. Бу Минскте башланган тешкилиятның 26-нчы сессияның иштиракчылары тарафындан бақылажақ беяннамелей хасының қарары. Весиқада шу сырада Донецк ве Луганск вилаятларының айры районлары Русия мелес күчлерінің нязареті алтында олғаныны танымаға теклиф етелер. Бұның иле Кремльні Донбасс ве Қырымның ишғалini тоқтатмақ ве Минск анлашмаларына риает етмеге чағыралар. Русия Федерациясы ишғалжы девлет оларақ запт етілген территорияларда ОБСЕ етінің маниясыз әрекет етмесіні темин етмелі. Сессияда Авропа, Асия ве Шимали Африкадан 700 мусафирінің иштирак етмесі бекленілі. Украинада али оқу йортларына кіріш кампаниясы башланды. Июнның 29-дан абитуриентның шахси электрон кабинетінде қайдолынмақ мүмкін. Чешіт оқу йортларына 4 ихтисас бойынша 9 аризаны бермек мүмкін. Бюджет ерлерінің сайысы 10% артacak. Шымдыки компанияның янылығы региональ саа ве кой коэффициентыдыр. Пайтақтқа кіремеге істегенлерге қиынжа олacak. Кой сәкенлері ве муэндис яда экология ве табиатнен бағлы ихтисасларның сайлағанлар үшін бағаларны артырacaklar. Ишғал етілген Қырым ве Донбасс мезонларына қошма имканлар берілежек. 12 центрів. Донецк ве Луганск вилаятлері ве бутын Украинада, Қырым Украина 12 меркезі ве Донбасс Украина 15 меркезі. Бусине парламент Қырым абитуритлеріне Николай, Запорожье, Херсон ве Одесса вилаятлеріндікі али оқу йортларына кірмеге фырсат берген қануны қабыл етті. Бу ишғал етілген ярымада мезонлары үшін қошма имкандыр. Қырымда ишғалжы мәхкеме Ахтемчи Гостевқифның ұзатырылмасына имаянын итеразыны рет етті. Бұны меджлис рейсі муавинын адвокаты Николай Полозов білдірді. Евел Қырымның сақты юқары мәхкемесі Чигозны аписте да уч айға қалдырды. Октябрның 8-не қадар. Сизода о 2015 сенесі янвай айындан бұлына. Ярымаданын ишғалжы акимиеті оны 2014 сенесі февраль 26-сында күтлевир тәртіпсізлікті иштирак еткенінде қабатлай. О вақыт юқары шурасының янында Украина топрақ бүтінлігі тарафдарларының митинге олып кечті. Оларға Русия тарафдарлары қаршы чыққан еді. Роман Сущенконың апис муддетінің ұзатырылмасына имаянын итеразыны июльнің 10 үшінде бақажақлар. Бұны Украин журналистінің адвокаты Марк Фейгин білдіре. Хатырлатам, июльнің 27-сінде махкеме Сущенконы да үч айға аписте қалдырды. Сентябрьнің 30-на қадар. Бұ себептен Украина тыш ішлер назерлігім қатты итеразыны білдіре. Русиядан ажиле суретте Украин ватандашыны азат етмеге талап еті. Роман Сущенконы Лефортовада кечкен сенем көзден берлі тұталар. Сентябрь айында ФСБ журналисті Москвада тұтып Украина стихбаратының хадимы олара қадлады. Жинайы ішінің жасуслық мадесі бойынша açтылар. Украина тарафы бұл қабатларны темелсіз адлай. Русиядан бір қоранта Украинада сығанықны сұрады. Девлет сыныр қызметінің малюматына көре, уфақ балачығы еле омыр арқадашлар Украин сынырына жаяв келіп шықты. Анлатқанлары кебі айле башының Русияда кемиетіні деніштірмек керек олғанының айтқаным себебінден сияси тақыпке ұғырадылар. Бұл себептен оны Русияда жинайы месулетке чеккен еділер. Дейсін арджалар. Мақсус весиқаларыны азырлап айлені Украинаның девлет миграцион қызметіне йолладылар. Донбасс ве Қырым вазияты Авропа ве Дунья стабилігі üçün тәлікеледір. НАТО темселджелері Альянсының ве 25 мемлекеттен келген халқара тәшкелатларының азылары Бұхрандан чықышны тапмақ үшін Киевде топланды. Әсас мевзулар Донецк ве Луганск вилаятларының ишғал етілген территорияларында гуманитар фелекет ве Қырымда инсан ақларының бозылуы. 2,5 бинден зиеде арби иляк oldu. 10 бинден зиедесі яраланды. Бұл Донбасста Русияның 3 yıllık истелясының ақыбетлерідір. Жеңзияның миқдары қарарнен 50 миллиард долларны тәшкіл еті. Украина шарқында энергетик, нақлият, іштимай инфраструктура объектлері бозылған. Регион экология фелекеті ойынды тұра. Ама Русияның басқысы тынмай. Кремль-Минск анлашмаларыны қаба суретті боза.
Русия Украина шаркында карарсызлыкның сакланылмасы буенча узун мөддәтле планларындан вазгечмей. Донбасска арби эмияты олган юклерны. Эсасен машиналар ведемир йол наклияты или кетермеге девам этелер. Гум-конвой деп адланылган арби техника или эшелонлар эп келмекте. Атта халкара незречилернин фаал иштирагынын ал этилмейип калган меселе Донбасста Украин эсерлеридир. 2 ел ичинде оларга кызыл хачны ойледи көрсөтмөдүлөр. Эйет векиллери ишгал этилген территорияларынын описханелерине тушуп ве Украин рейнлеринин яшаган шарайтлерини бакып оламай. Минскте якында Уладжа Курышевде 2 тараптан олган эсерлеринин жедвелерини таздыклайжак ве алмашык тарихыны билгелейжек олалар. Русия Федерациясы тарафындан идаре етілген ордылығы, темсілжілері жедвелерге Донбасс диетіне ичті алақасы олмаған инсанларының кірсетілмесіне исрар еті. Месебелеке Украин тарафы Русияның бұл шантажына разы оламаз. Чүнки Минск группасы бұл бұтын жинайчылерінің азат етілмесі бойынша түкенчік дегіл. Ялныс Минск анlaşmalarında қайт етілген инсанлар ақында сөзінің кетмесі мүмкін. Кремль истилесінің дышеті қабетлеріні Қырым меселінде көрмеге мүмкін. 10 бинлерже Украин ве Қырым татары ярамададан қачмаға мечбур олды. Анда қалғанлары се әр вақыт айырылымларға орай. Региондаки эсас тенденциялардан ажиле аскерлештіру, зоракимели эркенін дінештіру ве демократик сербеслеклерінің бозулуыдыр. Ишгал етілген ярымаданы Русия Федерациясы зорбалық мейданчығы оларақ қолына. Мында зимане үшін ишгал етілген территорияның интеграциясы бойынша уникальдынывны кечере. Будынев қысымлары Русия Федерациясы ватандашлығының зораки берілмесі еліні бойсундырмақ үшін ақ ве сербестлікке жиди басқыдыр. Авропада анлайлар. Русияны тоқтамасалар, истилесі Авропаға да тарқатыла білежек. Украина шымды бізні Русия стилесіндан құрчалаған форпост олғаныны анлаймыз. Украина шымды Авропа хавсызлықының кефелі. Ве Украинаны құрчалап ве она ярдым етіп, ұзымыны құрчалағанымызны анлаймыз. Украинада НАТО автасы чарчевесінде 25 мемлекеттен 150 эксперт Украина шарқында зидиетінің ал етілмесі ве Қырымның қайтарылмасы бойынша қарарларыны теклиф етті. Эсас диқат тынч чезілеш. Русия Федерациясына қаршы жезалар ве бұл территорияларда гуманитар ярдымының ейлешмесіне айырыла. Украина баш прокуратурасы қабаржылыққа қаршы органлар или бірлікті приват банкқа айд бір қач ішні тақиқ еті. Бұны баш прокурор Юрий Луценко білдіре. Оның сөзлеріне көре әнді 700 ташынмас мүлкінің объекті апис етілген. Малия Мойсесінің Одунч комитетінің азаларына қабатлар азарланыла. Бұның или баш прокуратура весеқаларына угреневе девлетке зиян кетірілмесіне алақасы ола білген. Мили банкының хадимлеріні сораштыра. Евел Приватбанкның идариясы Александр Шлапак баш прокуратурының адына мұрадайжатыны берген еді. Онда банкның сабық ребері милелештірувінден Евел қанунсыз әмелиятларына кечергені қайд етілген еді. Шу жүмледен приват или бірлікте чалышқан шirketi 389 миллион доллар 60 миллион евро мегдарында одунчлер алынған еді. Хатырлатам, былтыр декабрінің 21-інде Приватбанк девлет мүлкиетіне кечті. Оның эвелке сайыплері Игорь Коломойский ве Геннадий Боголюбовдар. Украина Черногориядан сон натанын невбетеке засолмалы. Вебу Украина Альянс и чуна пансыздан тез олып кечмелі. Бұны юқары рада спикері Андрей Парубий Украина ве НАТО арасында ишбірлік бейанамесінің 20 елығына бағышланған парламент топлашывында білдірді. Қайдеткені кебі 2020 сенесіне қадар Киев хавсызлық саасыны НАТО стандартларына ұғымлаштырмалы. Оз невбетінде Авропа ве Евроатлантик интеграциясы меселелерінден башназернын муавенім Ивана Климпуш-Цинзадзе дегені кебі Украина Русия Федерациясының истелесіна өз башына қаршылық көстермеге девам еті. Бұның еле Альянстан ярдымны сорамай. Фақат зидиетте телефлерінің сайысыны эксельтмек үшін мудафа селесіна мұқтач.
Евровидение 2016 ярышының ғалибы аққанда весиқалы фильмны Киевде тақдим еттілер. Мөлев режиссеры и свет журналисты Элен Йонсон қайд еткені кебі ғалипнің 1944 еріндан файдаланып, дүнияға Қырым татар халқы аққанда 44 сенесі сүргінлігі ве Русия ишғалі шарайтлерінде халқының яшайшы аққанда икее етмеге тырышты. Фильмны чықармақ үшін ишғал етілген Қырымға барып келген еді. Фильмны енді свечеде көстерділер. Мектеп талебелері оның тарих дәрслерінде бақты. Режиссер фильмнің Украин телеканаларында көстерележегіні үмітіні білдірді. Для меня было очень важно показать. Бүгін Қырымда Қырым татарларының вазиетіні көстермеге менің үшін пек мұйым еді. Чүнки бұл бір цикл кеби илерілей. Бізден лаф еткен бір инсан шымды Қырымда екінші сүргінлікнің олаятқаныны айтты. Фақат бұл девамлы ағыр сүргінліктір. Такие дуже глубокие. Пектерин бұл фильм олды, оны бақында ағла едім. Режиссер мені тік ярышта іштірақ еткен ержі кебеді гілді. Бұл ярышға йолымны ғалибе қазанмақ арзумының неге бағлы оғанына көстермеге тырыштым. Бұл фильмде біз ғалибеге инанылмас авесіні көре білеміз. Емешлер берекеті сонки 3 ел içinde Украинада 130 тонна еміш остырылы. Ихраджа да арта деп қайдеті Украина аграр сасының экспертлері. Бөлелікнен 2014 сенесі тыш чаршыларға 21 тонна еміш сатылды. 2016 сенесі қарарнен 45. Бұның елі ихраджа географиясы да артты. Енді Авропа бірлігі мемлекетлерінден ғайры эсас чаршылар жедвеліне яқын шарқ ве бірлешкен Араб эмерліклері карды. Экспертлерінің айтқанына бинайын, емішлер тежереті Украина агросасының ән әлверішлі пытақларындан бірі. Себеплері келешіклі иклим ве сағлам ғыданың популяр олмасы саясында мал ихтияжедір. Үрметлі серджилер, бұл сонки хаберіміз еді да чоқ хаберлерінің Украин форум сайтында оқи білесіңіз. UATV или қаланыз көрішкенде.